Айтпақшы, сіз үйіңіздің ауласында немесе саябақта нанның қиқымын шоқып жүрген көгершіндерге қарап не ойлайсыз? Көпшілік адамдар оларды мыйсыз, лас, ебедейсіз әрі ауру тарататын ұшатын егеуқұйрықтар деп атайды. Біз оларды көліктерімізді саңғырықпен ластайтын қаланың қоқысы ретінде қабылдауға әбден үйренгенбіз. Бірақ ғылым мен тарих бұл құсқа мүлдем басқаша қарайды. Егер сіз бұл ебедейсіз құстың биологиялық құрылымын зерттесеңіз, оның жанында заманауи әскери дрондар мен жасанды интеллект жүйелері қарапайым ойыншық сияқты болып қалады. Көгершіндер жер бетіндегі матрица режимінде өмір сүретін сирек жаратылыстар. Олар біздің қозғалысымызды баяулатылған кадр сияқты көреді. Олардың басында жердің магнит өрісін сезетін табиғи кванттық GPS компас орналасқан. Олар сүтқоректілер болмаса да өз балапандарын нағыз құс сүтімен асырайды. Және ең бастысы, олар тарихта Пентагонның құпия зымырандарын бағыттаушы киборг ұшқыштар ретінде қолданылған. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл айтпақшы арнасы. Бүгін біз адамзатпен 10 мың жыл бойы бірге өмір сүріп келе жатқан, бірақ біз әлі күнге дейін түсінбейтін көгершіндердің сұмдық сырын ашамыз. Бүгінгі үлкен шығарылымда ешкім көрмеген балапандар. Неліктен біз қалада көгершіндердің балапандарын ешқашан көрмейміз және олар қайда жасырылған? Матрица көзілдірігі. Көгершінді неге қолмен ұстап алу мүмкін емес және олар неге жүргенде басын шұлғиды? Кванттық навигация. 1000 шақырым қашықтықтан өз үйін қатесіз табатын магниттік радардың сыры. Пентагонның көгершін зымыраны. Екінші дүниежүзілік соғыстағы Фредерик Скиннердің ессіз әскери жобасы. Деміңізді ішіңізге тартыңыз. Бұл видеодан кейін сіз саябақтағы көгершіндерге мүлдем басқа, үрей мен құрметке толы көзбен қарайтын боласыз. Әлемдегі миллиондаған адамдардың миын ашытатын ең танымал қалалық миф бар. Неліктен біз көшеде көгершіндердің кішкентай балапандарын ешқашан көрмейміз? Олар шынымен бірден үлкен құс болып жұмыртқадан шыға ма? Кәдімгі торғайлардың, қарғалардың немесе тауықтардың балапандарын бәріміз көрдік. Ал көгершін балапаны нағыз елес сияқты. Бұл жұмбақтың жауабы олардың жабайы ата-бабаларының генетикалық инстинктінде жатыр. Біз қалада көріп жүрген көгершіндердің барлығы жабайы көккептердің тікелей ұрпағы. Табиғатта олар жыртқыштар жетпейтін биік құзырлы жартастардың үңгірлерінде ұя салады. Қазіргі қалаларда олар сол жартастардың орнына көп қабатты үйлердің шатырларын, көпірлердің астындағы қуыстарды және бетон тесіктерді таңдайды. Оның үстіне көгершіннің балапандары ұяда өте ұзақ отыратын жаратылыстар. Торғайдың балапаны 10 күнде ұядан ұшып кетсе, көгершіннің балапаны 40 күн бойы қараңғы шатырдан сыртқа бір аттап шықпайды. Олар осы 40 күннің ішінде толықтай өсіп, ересек көгершіндермен бірдей өлшемге жетеді және қауырсындарын толық ауыстырады. Сіз көшеде бірінші рет ұшып шыққан жас көгершін көргеннің өзінде оны үлкен көгершіннен ажырата алмайсыз. Бірақ биологиялық тұрғыдан ең сұмдық факт олардың ұясында емес, олардың тамақтануында. Біз сүтпен қоректендіру тек сүтқоректілерге, яғни адам, сиыр, ит, мысық деген сияқтылары ғана тән деп білеміз. Құстар балапандарына құрт, құмырсқа немесе дән береді. Ал көгершіндер өз балапандарын нағыз сүтпен асырайды. Халық арасындағы құс сүті деген сөз жай ғана аспаздық тәттінің аты немесе ертегі емес. Бұл ғылыми шындық. Жұмыртқа жарылар алдында көгершіннің тамағындағы арнайы мүшесінде, жемсауында қою, сүзбеге ұқсас аппақ немесе сарғыш биологиялық сұйықтық өндіріле бастайды. Ғылымда бұл жемсау сүті деп аталады. Ең фантастикалық жері, бұл құс сүтін тек аналық көгершін ғана емес, еркек көгершінде өндіреді. Екеуі кезектесіп балапанның аузына өз тамағынан сүт құяды. Бұл сүттің құрамы сиырдың немесе адамның сүтінен әлдеқайда құнарлы. Онда 60% ақуыз және 30% май бар. Осы супер тамақтың арқасында көгершіннің балапаны алғашқы 48 сағаттың ішінде өз салмағын 8 есеге үлкейтеді. Ең қызығы, бұл сүттің бөлінуін адамдардағы ана сүтін басқаратын гормон пролактинді реттейді. Эволюция сүтқоректілер мен құстарды екі бөлек жолмен дамытса да, көгершіндер үшін дәл осы сүт технологиясын қайтадан ойлап тапқан. Сіз саябақта отырып, көгершінге барынша жақындап, оны қолыңызбен ұстап алуға тырысып көрдіңіз бе? Сіз қанша жылдам секірсеңіз де, ол әрқашан сізден 1 секунд бұрын ұшып кетеді. Біз олардың қорыққанын ұшты деп ойлаймыз. Шын мәнінде, көгершін сізден қорықпайды, ол сізді жай ғана таяқ жеген тасбақа сияқты өте баяу қимылдайтын ебедейсіз мақұлық деп көреді.
Бұл құбылыс физика мен нейробиологияда кадрлардың жыпылықтау жиілігі деп аталады. Бұл көзбен мидың 1 секунд ішінде қанша визуалды кадрды қабылдай алатынын көрсететін өлшем. Адамның көзі секундына шамамен 24 пен 60 кадрға дейінгі жылдамдықты қабылдайды. Сондықтан киноларда 24 немесе 30 кадрлық видео бізге біртұтас, үздіксіз қозғалыс болып көрінеді. Ал көгершіннің көру жиілігі 175-тен 200 кадрға дейін жетеді. Бұл нені білдіреді? Егер сіз көгершінге кәдімгі теледидарды немесе кинотеатрдағы фильмді қосып берсеңіз, ол кино көрмейді. Ол экраннан сөнген және жанған жеке-жеке фотосуреттердің өте баяу слайд-шоуын көреді. Сіз қолыңызды жылдам сілтеп оны ұстамақ болғанда, сіздің қозғалысыңыз көгершіннің миында 4 есе баяулатылған Матрица фильміндегі Киану Ривздің оқтан жалтарған сәтіндей болып көрінеді. Оның ұшып кетуге, шешім қабылдауына уақыты сондай көп, ол сіздің қимылыңызды басынан соңына дейін тамашалап үлгереді. Бірақ олардың көру жүйесіндегі тағы бір қызық құбылыс олардың жүрісіне байланысты. Неліктен көгершіндер жерде жүргенде басын алға, артқа шұлғи береді? Көпшілік оны ырғаққа билеп жүр немесе теңгерім сақтап жүр деп ойлайды. Жоқ, олай емес. Бұл олардың көру аппаратының оптикалық стабилизаторы. Адамның көз алмасы қозғалыс кезінде нысанға фокус ұстау үшін өзі қимылдай алады. Ал көгершіннің көздері басының екі жағында тас қылып бекітілген, олар көзін қозғалта алмайды. Сондықтан көгершін алға қадам басқанда, ол бірінші басын алға созып, ауада бір орында қатырып қояды. Денесі басына жеткенше, оның көзі айналаны 100% тұрақты HD ракурспен сүзіп шығады. Содан кейін ғана басын қайтадан алға лақтырады. Оған қоса, біз әлемді 3 негізгі түспен көрсек, көгершіндер 5 түрлі спектрді көреді. Олар адам көзіне көрінбейтін ультра күлгін сәулелерді және аспандағы жарықтың поляризациялық торын анық көреді. Біз үшін бұлтты, сұр аспан болса, көгершін үшін аспан нақты геометриялық сызықтары бар. Күннің бағытын бұлт астынан да көрсететін жарық навигациялық картасы. Айтпақшы, сіз тарихтағы почта көгершіндері туралы естіген шығарсыз. Ежелгі гректер Олимпиада ойындарының жеңімпаздарын жариялау үшін, ал Шыңғыс хан өз империясында жедел ақпарат алмасу үшін осы құстарды қолданған. Тіпті екінші дүниежүзілік соғыста радио толқындар бұғатталғанда жалғыз байланыс құралы көгершіндер болды. Бірақ ешкім, не ғалымдар, не әскерилер бұл құстың қалайша мыңдаған шақырым бөтен жерден өз үйін, өз терезесін адаспай табатынын түсіндіре алмады. Бұл биология тарихындағы ең үлкен жұмбақтардың бірі еді. Олар үйіне қарай ұшқанда ешқандай картаны, дуалдарды немесе жолдарды пайдаланбайды. Көгершінді абсолютті қараңғы қорапта, иіс сезбейтіндей етіп, тіпті басын айналдырып апарсаңыз да, ол аспанға көтерілген сәтте үйінің бағытын қатесіз анықтайды. Ғылым бұл құпияның кілтін жақында ғана тапты, және бұл жауап кәдімгі биологиядан емес, кванттық физикадан табылды. Көгершіннің басында нағыз кванттық компас пен GPS навигатор орналасқан. Бұл супержүйе 3 негізгі деңгейден тұрады. Магниттік көру. Ғалымдар көгершіннің көзіндегі торлы қабықтан арнайы ақуыз криптохромды тапты. Ультра күлгін сәуле көгершіннің көзіне түскенде бұл ақуыз молекуласында кванттық деңгейде электронды бұзылу пайда болады. Бұл бұзылу жердің магнит өрісінің бағытына өте сезімтал. Яғни көгершін жердің магнит өрісін ескемейді, естімейді, ол оны көреді. Біз осыған дейін айтып кеткенімізде, олардың 5 спектрлі көру қабілетіне жердің магниттік сызықтарының картасы үстінен басылып көрінеді. Олар аспандағы жарық арқылы өздерінің солтүстік пен оңтүстігін қатесіз біліп тұрады. Бастағы мап навигатор. Көгершіннің тұмсығының жоғарғы жағында және ішкі құлағында құрамында темір бар микроскопиялық кристалдар орналасқан. Бұл кристалдар миға жердің магнит өрісінің күші мен бұрышы туралы ақпарат жібереді. Бұл олардың нақты GPS координаталары. Инфрадыбыстық карта. Көгершіндер адам құлағы естілмейтін өте төмен жиіліктегі дыбыстарды естиді. Олар мұхит толқындарының соғуын, таулардың дірілін жүздеген шақырымнан естіп, басындағы визуалды картаға акустикалық бағдаршамдарды, яғни маяктарды белгілеп қояды. Осы 3 жүйені біріктіре отырып, көгершіннің миы жер бетіндегі кез келген нүктеден тұрып, өз үйінің нақты бағытын көріп тұрады. Бұл табиғат жасаған ең мінсіз, ең арзан әрі ешқашан істен шықпайтын навигациялық жүйе. Сіз көгершіндері тек хат тасушы деп ойлайсыз ба? 20 ғасырдың ең ұлы психологтардың бірі Бёрис Фредерик Скиннер бұл құстардың миын нағыз камикадзе ұшқыш ретінде қолдануды ұсынды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Пентагонның ең үлкен проблемасы зымырандардың нысанаға дәл тимеуі еді. Ол кезде лазерлік бағыттау, GPS немесе электронды ми мүлдем болған жоқ.
зымыранды ауада бағыттайтын ми қажет болды. Скиннер Пентагонға ессіз бірақ ақылды идея ұсынды. Зымыранның басына электронды мидың орнына тірі көгершінді отырғызу. Бұл жоба көгершін жобасы деп аталды және Пентагон оған сол кездегі өте үлкен сома $25,000 бөлді. Скиннер көгершіндердің біз осыған дейін айтып кеткен матрица көзілдірігін және олардың өте жылдам реакциясын пайдаланды. Ол құстарды арнайы камераға қамап, оларды оперантты шартты рефлекс әдісімен үйретті. Егер көгершін экрандағы кеменің сұлбасын тұмсығымен шоқса, оған тамақ, яғни бидай беріледі. Көгершін аш болғандықтан ол нысаны секундына 4-5 рет жиілікпен тоқтаусыз шоқи беретін деңгейге жетті. Жоба бойынша зымыранның тұмсығына 3 көгершін отырғызылады. Егер көгершін нысананы экранның ортасына шоқса, зымыран түзу ұшады. Егер нысана шетке сырғыса, көгершін оны шетінен шоқиды. Бұл рөлдік механизмге сигнал беріп, зымыранды нысанаға қарай бұрады. Неге 3 көгершін? Демократия үшін. Зымыран 3 құстың екеуі шоқыған бағытқа ғана бұрылады. Бұл қателікті болдырмау үшін жасалған. Бұл жоба сәтті аяқталды. Көгершіндер зымыранды бағыттау сынағынан мінсіз өтті. Олар нағыз био-киборг ұшқыштарға айналды. Пентагон бұл жобаны тек соғыс аяқталуға жақында ғана тоқтатты. Олар көгершіндердің қабілетіне күмәнданған жоқ. Олар тек зымыранның ішіндегі көгершін деген идеяның өзін өте күлкілі әрі абсурдты деп санады. Егер бұл жоба іске асқанда, заманауи ақылды зымырандардың атасы кәдімгі қалалы көгершіндер болар еді. Біз көгершіндердің супер қабілеттерін айттық, бірақ неге бүкіл әлем оларды ұшатын егеу құйрықтар деп жек көреді? Бұл атты оларға 1960 жылдары Нью-Йорк қаласының саясаткерлері берген, және бұл теңеудің де өз сұмдық негізі бар. Көгершіндер адамзат өркениетінің паразиттері, олар қаладағы кез келген қоқысты, лас тамақты жей береді. Олардың бұл төзімділігі оларды нағыз ауру тасымалдаушысына айналдырды. Көгершіннің денесі мен саңғырығы ғылымға белгілі 60-тан астам түрлі жұқпалы аурулардың ошағы. Криптококкоз бұл көгершін саңғырығындағы өмір сүретін саңырауқұлақ. Саңғырық құрғағанда бұл саңырауқұлақтың спорлары ауаға шаң болып көтеріледі. Адам оны жұтқанда ол өкпені, ал ең соңында мидың қабығын зақымдап адамды өлтіруі мүмкін. Гистоплазмос бұл бактерияларды көгершін арқылы адамзатқа өте тез жұғады. Көгершіндер тек адам денсаулығына ғана емес, қала архитектурасына да үлкен террор жасауда. Олардың саңғырығының құрамында несеп қышқылы өте көп. Бұл қышқылдың концентрациясы сондай жоғары, ол бетонды, мраморды, тасты және металды автокөліктің бояуын химиялық түрде ерітіп, коррозияға ұшыратады. Әлемдік мегаполистер жыл сайын ескерткіштер мен тарихи ғимараттарды көгершін саңғырығынан тазарту үшін миллиардтаған доллар жұмсайды. Міне достар, біз бүгін сіздермен бірге біз күнделікті елемейтін қалалық құстың артында жатқан 10,000 жылдық тарихты, кванттық навигацияны, Пентагонның зымыран жобаларын және құс сүтінің құпиясын аштық. Табиғатта мейірімсіздікте, сүйкімділікте жоқ. Табиғатта тек бейімделу, яғни эволюция бар. Көгершіндер адамның надандығы мен ластығын пайдаланып, біздің қалаларымызды өздерінің табиғи жартастарына айналдырып алды. Олар аспандағы ебедейсіз бейшара емес, олар эволюция жасаған ең төзімді, ең жоғары технологиялық био-киборгтар. Келесі жолы саябақта көгершінге нан лақтырғанда ойланыңыз, бұл құстың миында ғарыштық компас айналып тұр. Оның көзі сізді слоумо режимінде көріп тұр, ал Пентагон оған зымыран басқаруды сеніп тапсырған. Бұл айтпақшы арнасы болды. Айналамыздағы жасырын әлемнің шок фактілерін бізбен бірге танып, миыңызды кеңейтіңіз. Егер бұл шығарылым сіздің дүние танымыңызды өзгертсе, лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Пікірге жазыңыз, бұл фактілердің ішінде ең қатты таңғалдырғаны қайсысы?